Жігітке мал қалай бітеді? Әңгіме авторы Оңдасын Оразов. Өзбекстанның Тәуелбай жерінің Үшқұдық ауданы Құлқұдықтың ауылына қарайтын Боранбай фермасы орталықтан әкем Қайназар мен әкемнің туған ағасы Жандылла Бүркітбайұлын машинамен алып бардым. Боранбайда тұратын жездеміз Оразов Пайзолланың үйіне түстік. Жолдан шаршап келген кісілер шай су ішіп тынығып демалып отырған кезде сол ауылдың 4-5 кісісі үлкен кісілерге сәлем беруге келді. Үлкенге сәлем беру және әңгіме тыңдау ғой ол кездегі жұрттың келу мақсаты. Әкем де, Жандылла атам да байдың балалары болған мешітте Бұқарадан медресе бітіріп келген молдалардан оқып білім алған суатты кісілері. Ескіден дін туралы белгілі би, батыр кісілер туралы көп әңгіме білетін, әрі отырған жерінде майын тамызып, көңілге қонымды етіп әңгімелейтін. Жандылла атам амандық саулық сұрасып болған соң келгендермен жеке-жеке жағдай сұрасып отырды. Ішінде елге көп араласа бермейтін, бірақ үй айналасында тынбай қыбырлап үй шаруасын жасап жүретін. Баққан мұңды бір. Тұрмысың қалай, мал жинадың ба? Мына Боранбай жері ит құстан ада, малды қазықтан босатсаң аузы отқа тиетін. Шөбі шүйгін, нағыз мал жинайтын жер ғой, деп сұрады. Ой, жәке, соның реті болмай тұр. Еткен еңбек аз боп жүрген жоқ, біреуі өліп қалады, ұрғашы малым қысыр қалып, басы өспей қалады. Әйтеуір мал жинаудың реті келмей жүр деді. Солай деп отырған орнынан қозғалақтап дауыстады, әдеттегі жақсы әңгіме бастардағы әдетімен. Қазақта мал тасқа бітеді, не насқа бітеді деген сөз бар, ал негізі мал басқа бітеді. Үйде бір адамға өзіне не әйеліне кейін, не ұлына, не қызына бітеді дейтін, бұрынғылар деп бір тыныстап алды. Тасқа бітеді дейтін, тапқан малын ішпейді, жемейді, кем-кетікке де қайыр қылмайды, не өзі рахатын көрмейді, не жұртқа сәуесі түспей, жәрдем бермейді, бар талабы мал болып, мал жинау боп өмір өтеді. Ал насқа бітеді дейтіні, бар ойы, қиялы тек малға қарау болып, үйді таза ұстау, ауланы тазалау, киімді тәуір етіп кию, үсті басыңызлап оқпайының атқанын, күннің батқанын білмей тырбаңдайды да жүреді, сосын мал бітеді. Бірақ нас деп, ондай кісінің үйіне ел бара бермейді. Мұндай кісіні, бардың малын, жоқтың күнін беріп қойған дейді, халық деп тоқтады. Мал басқа бітеді деп отырғаным. Алла пиғыл ниеті дұрыс, малын өзіне де, өзгеге де жарата білетін. Жетім мен кемтарға қол ұшын беретін, ағайынның кемін толтыра жүретін, Алланың бергенін ризашылықпен еске алып жүретін, Алласын жадынан шығармайтын сүйген құлын, жаратқаннан ырзық несібесін мол қылып мал бітіреді. Көбі өмір бойы тұрмыстан тарлық көрмей жақсы жасап өтеді екен. Саған өзімнің көргенімнен, оқығанымнан, естігеніммен түйген бір ақыл айтайын. Жадыңа сақтап, көңіліңе тоқи алсаң. Адамның бойында біз біле бермейтін, бізге көрінбейтін көптеген жаман нәрселер болады. Бойға жабыса, қанша еңбек еткеніңмен олар сенің ісіңді алға бастырмайды. Сол бойға жабысқан жаман нәрселер үш жағдайда сенен ажырап, адасып қалады. Бірінші, адам көп жиналған жерге тойға, мерекелік шараға, кісі қайтыс болса жаназасына, құда жолы жиі бар. Елмен араласасың, ғибратты әңгімелер тыңдайсың, өмірдің мән мағынасын кеңірек ұғасың, және кісі көп жиналған жерде, топ ішінде бойына Алла қасиетті артқан жандар болады. Сен көпшілікке қосылғанда, бойындағы жаман нәрселер қасиетті кісілер бар жерге кіре алмайды. Сенен ажырап сыртта қалып қояды. Көпшілік ортасына шыққаныңда, жаман нәрселердің көбі сенен адасып қалады, сөйтіп азая береді. Екінші, әулиелі жерге жиі барып, Құран оқып, садақа беріп, зиярат жасап жүр. Әулие деп жұрт текке айтпайды, ол жерде жатқан пенде Алланың рахымы түсіп кие дарыған жан. Әулиелі жерге зиярат жасап барсаң, бойыңдағы жаман нәрселер әулиелі жерге кіре алмайды. Сен зиярат жасап болып қайтқаныңда, олардың көбісі сені таппай қалады, солай кеми береді. Үшінші, мешітке жиі барып тұр, жамағатпен намаз оқы, жаратушыдан шын ниетіңмен тілек тіле, имамдардан уағыз тыңда, мешітке кіргеніңде бойыңдағы ісіңді алға бастырмай жүрген. Көзге көрінбейтін жаман нәрселер сенімен ілесіп мешітке кіре алмайды, сыртта қалады. Мешіттен шыққаныңда олардың талайы сенен адасып қалады. Осы айтқандарымды орындап жүріп, Аллаға мақтау айтып, тілек тілеп, дұғалар оқып, ізгі амалдар жасасаң, иншалла, бойың ісіңді жүргізбей жүрген, талабыңды алға бастырмай, мал жинатпай жүрген жаман нәрселерден тазарады.
Кейін жұмысың жолға түседі, талабың алға басатын болады, мал жиналады деп сөзін аяқтаған еді. Әңгіме ұнаса лайк басып пікір қалдырып кетіңіз.